Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен география пәні сабағында жасанды интеллекттерді қалай қолдану керектігін үйренеміз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы биосфера және оның құрамдас бөліктері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 7-3-4-1 биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралар мен қасиеттерін анықтайды. Оқу мақсаты оқушылар биосфера құрамын, құрылымын жіктеп, қасиеттерін анықтай алады. Бұл тақырып бізде 7-ші сыныпта 1-ші тоқсанда берілген. Осы мақсаттарға жету үшін бізде берілетін тапсырма биосфераның құрамдас бөліктері бойынша тапсырмалар құрастыру және орындау. Және де бұл тапсырманы орындау барысында біздің қолданатын жасанды интеллект, ол бізде Rocket AI деп аталады. Тапсырманы орындау үшін ең алдымен біз Google-дан немесе Яндекстен Rocket.com деп іздейміз, немесе біз беретін дайын нұсқаулықтан осы сайтты скопировать етіп вставить етсеңіздер болады. Кірген беттен біз sign in дегенді басып, логин, яғни регистрация жасаймыз. Бұл жерде почта арқылы немесе Google аккаунтымыз арқылы кіре аламыз. Бұл тапсырмада біз оқушыларды 3 топқа бөліп, 3 топқа 3 түрлі тапсырма береміз. Бірінші топ ойын генераторына басады, яғни олар тақырып бойынша ойын генерациялайды. Бұл бөлімді басқан жерде біз ең алдымен пәнін, тақырыбын, мақсаттарын, сыныбын және де сұрақтар санын таңдауымыз қажет болады. Біз сабақ мақсатын оқушыларға таныстыруымыз қажет, және де осы жерде балалар сабақ барысында қандай мақсатқа жететінін білуі қажет. Бұл жерде біз дайын нұсқаулықтан көшіріп жатырмыз. Оқушылар өздері жазса болады. Бұл жерде ойын түрлері бірнеше, бастауыш сыныптарға арналған немесе жарыс сабақ, сөз жұмбақ, сәйкестендіру, анаграмма деген секілді түрлі ойын түрлері бар. Осы арқылы тапсырма жасайды. Біз бұл жерде сәйкестендіру бөлімін таңдадық. Сұрақ санын өзгертіп, жіберу батырмасын басқаннан кейін бізде тапсырма дайын болады. Ескерту, бұл жасанды интеллект 15 генерацияға дейін тегін жасайды. Бізде дайын болған тапсырма басты беттегі ресурстар бөлімінде сақталатын болады. Бұл жерде мен сіздерге дайын болған тапсырманы көрсетіп жатырмын. Яғни сәйкестендіру бойынша бізде тақырып бойынша осы 10 сұрақты құрастырып берді. Бұл жерде оқушылар өздері тікелей немесе өзара жасап тапсырманы бір-біріне алмастыра алады. Бұл жерде яғни тақырыптың атауы бойынша сәйкестендіреді. Бұл жерде қателікпен жұмыста бар, барлығы бізде қамтылған. Келесі топтың тапсырмасы ол тест құрастыру. Тест генераторы бөлімін таңдап, тақырыбын, сабақ мақсатын жазып аламыз. Бұл жерде тестте бірнеше сұрақ түрін қамтуға болады. Қысқа жауап, ақиқат немесе жалған, сөйлемді толықтыру деген секілді. Бұл жерде сыныбын жазып, сұрақ санын 10-ға дейін өзгертуге болады. Бұл тапсырмада мен ақиқат немесе жалған, қысқа жауап, сәйкестендіру деген секілді бөлімдерді таңдадым және де тапсырма құрастырдым. Дәл солай астына қарай түсіп, жіберу батырмасын басамыз. Бұл жерде мен өзім генерациялаған тапсырманы көрсететін боламыз сіздерге. Яғни бұл жерде бізде сабақ мақсатына жетуге арналған бірнеше сұрақтан тұратын тестті өздері жасап береді. Бұл жерде оқушылар өздері тапсырманы орындауына болады. Немесе бұл тапсырманы тағайындау бөлімі арқылы бірнеше опцияларға рұқсат беру арқылы біз балаларға осы тапсырманы ашық жариялай аламыз. Бұл жерде балалар сілтеме арқылы немесе QR-кодты сканерлеу арқылы бұл тапсырманы орындай алады. Және де бұл бөлімде балалардың жауаптары жазылып тұрады. Келесі топтың тапсырмасы ол жұмыс парағы, яғни деңгейлер бойынша тапсырма жасау. Дәл солай пәнін, сыныбын, тақырыптарын, сабақ мақсатын, максималды балды жазады. Максималды балл бізде 10-ға дейін. Балалар осы арқылы жұмыс парағын жасай алады. Жіберу батырмасын басады. Мен дәл солай сіздерге өзімнің дайын жұмыс парағымды көрсететін боламын. Бұл жерде әртүрлі 3 тапсырма A, B, C бөлімі бойынша тапсырмалар берілген. Бұл тапсырманы біз 3 форматта сақтай аламыз: Word, PDF немесе Google Drive-ға сақтау арқылы. Бұл тапсырманы жасау барысында оқушылар бірнеше өзгертулер енгізу арқылы бұл тапсырманы толықтай дайындай алады. Бұл тапсырманың артықшылығы балалар тек қана дайын тапсырманы орындап қана қоймай, өздері тапсырма жасайды. Және де бұл тапсырманы бірінші өздері орындап, кейін өзінің сыныптастарына беретін болады. Бұл жерде бізде кішігірім тәжірибе алмасу және де тақырып бойынша бірнеше тапсырмаларды орындайды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.